Елімізде сотталғандарға қатысты проблемалар жетерлік. Бүгін Астанада колониялардағы жұмыспен қамту 2017 түрме реформасының екінші форумы өткен еді. Қатысушылар 3 жылда Қазақстанда түрме индексі бойынша көшбасшы 50 елдің қатарынан шығару міндеті тұрғанын айтты. Толығырақ тілші тарқатады. Соңғы 20 жылда еліміздегі сотталғандардың саны 3 есеге азайды. Бұл туралы мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова мәлімдеді. Оның айтуынша 90 жылдардың басында түрмелерде 140 мыңға дейін адам жазасын өтесе, биыл олардың саны 40 мыңға қысқарған. Бүгінде қылмыстық заңдарды ізгілендіруде айтарлықтай жұмыстар атқарылып жатқан көрінеді. Бүгінгі таңда түзеу мекемелерінде жазасын өтеушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және сотталғандарды ұстау жағдайын халықаралық стандартқа сәйкестендіру бағытында нақты іс-шаралар жүргізілуде. Осыған орай бүгінгі форумда біз сотталғандарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселелерін қарастыратын боламыз. Яғни түрмедегі еңбекке жарамды сотталғандардың тек 49% жұмыспен қамтылған. Бұл түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқандардың тек 30% ғана құрайды. Бас прокурор Асхат Дауылбаевтың сөзіне сенсек, 1987 жылдан бері бас бостандығынан айыру орындарында өндіріс жаңартылмапты. Қондырғылардың 59% ескірсе, 26% мүлдем істен шыққан. Салдарынан шығарылатын өнімнің 40% бәсекеге қабілетсіз. Ал сотталғандардың мемлекетке қарызы болса 17 миллиард теңгеге жеткен. Бұл дегеніміз өтелген қарыз 1%-ға да жетпейді. Решить одну из наиболее острых проблем. Сотталған адамдарды жұмыспен қамту мемлекетпен жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеуге қатысты өзекті мәселені шешуге мүмкіндік береді. Бүгінде сотталғандардың қарызы 29 миллиард теңгеге, соның ішінде мемлекетке борышы 17 миллиард теңгеге жетіп отыр. Колониялардағы жұмыссыздық сотталғандардың отбасыларына да кері әсерін тигізуде. Бұл отбасы күнкөрісінің нашарлауына және де басқа да отбасы мүшелерінің қылмысқа баруына итермелейді. Бас прокурордың орынбасары Жақып Басанов сотталғандар жұмыспен қамтылатын болса, туыстарына көмектесе алар еді дейді. Сонымен қатар бас прокуратура сотталғандарды жұмыспен қамтыған кәсіпкерлерге салықтық жеңілдіктер қарастыру керек дейді. Субъекты бизнеса. Бизнес субъектілері колонияға бармайды. Себебі оларға еш жеңілдіктер жасалмайды. 2013 жылдың өзінде 3 бірдей республикалық мемлекеттік кәсіпорын 1 миллиард 800 миллион теңгенің салығын аударған. Сотталғандарға жұмыс беріп отырғандарға неге салық саламыз? Ішкі істер министрлігі қыркүйек айында ұлттық экономика министрлігі мен қаржы министрлігін салық жүктемесін оңтайландыруға көндіре алмады. Ішкі істер министрлігінің дәлелдері әлсіз болды. Немесе министрліктердегі сарапшылар оған көңіл аудармады. Осылай дей келе бас прокурордың орынбасары колониялардағы жұмыспен қамту 2017 жобасының негізінде жұмыс жоспарының құрылғанын жеткізіп, үкіметтің қарауына жіберуді сұрады. Яғни колонияның басқаруына өндірісті қайтару, ал 3 мемлекеттік кәсіпорынды таратып, олардың активтерін түзету мекемелеріне беруді ұсынды. Гаухар Тұрсынбек, Виктор Гуйс, Қазақ Ньюс, Астана.